Неліктен байлар байиды, ал кедейлер кедейленеді? Кедей адамдар молшылық заңы бойынша өмір сүрмегендіктен кедейленеді. Молшылық заңы өте қарапайым. Сіз берген нәрсе сізге 10 есе еселенеді. Сырттай қарағанда бай мен кедейдің айырмашылығы жоқ. Байлар ақылды емес, қабілетті емес, талантты емес, бақытты емес. Ондағы айырмашылық байлар басқалармен нені бөлісе алатынын, не бере алатынын, не сыйлай алатынын ойлайды. Кедейлер нені алып кететінін ойлайды. Бар болғаны айырмашылық осы. Бірақ байдың өмірі кедейдің өмірінен мүлде бөлек. Бай адамдар бақытты және қанағаттанарлық, ал кедейлерге әрқашан бір нәрсе жетпей тұрады. Біз көбірек беруге ұмтылуымыз керек. Қасиетті жазбалардың бәрінде жазылған. Киелі кітапта берушінің қолы әлсіреп қалмасын делінген. Қайырымдылық берекенің кілті екенін көпшілік біледі, бірақ жетпей жатқанда қалай бересің? Қайырымдылық жасау керек екенін бұрыннан білемін, бірақ мен жалақы алған сайын ойладым. Мен барлық қарыздарымды өтеп, көлік, пәтер сатып аламын және бірден қайтара бастаймын. Ал мен көбірек жұмыс істеп, көп табыс тапқым келеді. Мен бұл жетістікке жеттім, бірақ қарыз табыстан тез өсті. Содан шаршадым да, молшылық заңымен өмір сүріп, барлық табысымның 10%-ын беруге бел будым. Ал менің өмірім түбегейлі өзгерді. Қарыздар кетті және қаржылық тәуелсіздік болды. Мен армандағанның бәрі менің өміріме оңай еніп кетті. Көптік заңы қалай жұмыс істейді? Әрбір адам дүниеге келгеннен бастап әлемнің әмбебап несие картасына ие. Бұл не? Сізде несие картасы бар екенін елестетіп көріңіз. Және оны несиеге қалағаныңызды сатып алу үшін пайдалана аласыз. Үй, көлік, киім, тамақ. Бірақ бір шарт бар. Сатып алған зат құнының 10%-ын төлеу керек. Жақсы карта, сөзсіз, тек 10%, ал қалған 90%-ын банк кешіреді. Бірақ төлемесең, карта бұғатталып, банктен куәгерлер келіп, қарызыңды күштеп өндіріп алады. Ал сіз мал-мүлкіңізді, ақшаңызды қанша қорғап қалсаңыз да, бәрібір сізден алынады. Көптеген жолдары бар. Ұрылар, алаяқтар, борышкерлер, бұзылулар, салық, инфляция, бейғамдық, тағы басқа. Жақсы жаңалық бар. Өз еркімен қарызын төлегендер несиелік лимиттері арттырып, бонустар алады. Қанша уақыт, қайда, қандай қызметте жұмыс істегеніңіз маңызды емес. Сіз қызметкерсіз бе, әлде бизнес-менеджерсіз бе? Сіз миллион немесе 10 мың аласыз. Бір нәрсе маңызды. Сіз картамен төлейсіз, немесе төлемейсіз. Төлеу өте тиімді, өзіңді сана. Молшылық заңымен өмір сүруді бүгіннен бастаңыз. Қарызыңыз болса, ақшаңыз жетпесе, ғаламға қарызыңыз бар деген сөз. Қарызыңызды келесі 24-те өтей бастаңыз. Менің сіздің картаңыздың блоктан шығарылатынына уәде беремін. Ал сіздің әл-ауқатыңыз өсе бастайды. Осы постты егер ұнаса, ұнату түймесін басыңыз және сіз әрқашан достарыңызбен бөлісуді мақсат етіп қойыңыз. Сіз үшін біздің арнада бұдан да қызықты ой салар әңгімелер айтылады. Сіз үшін осындай материалдарды жинаймыз. Назарларыңызға рахмет.